әр халық пен өркениеттің жалпы ұлттық мәні бар қасиетті жері болады. Ал Қазақстан үшін рухани дәстүрдің негізі болып табылатын жерлердің маңызы ерекше. Соның бірі Бурабай өңірінде орналасқан Абылай хан ордасы саналатын ханның Қызылағаш деген жер. Менің естуім бойынша бұрынғы ағаларымыздың, аталарымыз жол жүрген біздің елдің кісілерінен үлкен ақсақалдарына естіген бойынша мынау жер міне ханның нағыз шатыр тіккен жер осы. Өш жерде тұрған, өш жерге 300-дің басын қосып, күллі билерін қалып, Қасым деген баласын қан қоямыз дегенде, жаңағы Соқырабыздың баласы Әлдібек деген кісі келіп, өлеңімен тоқтатып, Қасым қалмақтың қызы түбінде қазаққа жау болады бұл. Екінші сәлемін бергенде қолын алмаған, қолын бермеген Қасым шалқалап жатып. Маған қылышын алып жүгірген бұл елді ұстай алмайды, елді бытыратады. Халық қан біреу, халық бірнешеу. Сен Қасым мына қалпыменен елді дұрыс ұстамайды, сенің балаң болса басқа бала нет, соны сайлаймыз деген. Өш жерде уәліні сайлапты. Жұрттыңайды. Енді міне жерден бастап, міне өш жерде жалпақ бұлай мынау жолға дейін, осы мынау жолда жоқ, жол бертін салынды. Мынау жолға дейін күлкен қалың ағаш болған. Абылай хан мен Бурабай тарихына еңбегін мол сіңірген жандардың бірі Амина Тұрсынбаева. Ол 1988 жылы Бурабай кентінің тарихи мұражайының негізін қалаған өлкетанушы. Амина апа көз тірі болған кезінде Абылай хан ордасы Абылайдың ел жұрты тұрған мекен ханның Қызылағашы деген жерге болмай жүріп тас қойғызды дейді. Өз сырымен бөліскен Амина апайдың қызы Шәмшия Есқара. Амина апа негізгі үш ғасырда не қалды Абылайдан, әйтеуір арманым ғой ойым алған деп, осы Абылайдың тарихын сөйтіп, келешекті ұрпақтарға осындай Абылай болды деп айтайын деп, соның тарихын Абылайдың тұңғыш рет біздің Бурабайда Амина апа бастаған. Амина апа кейін кезде естейм, маған да әңгімесін айтады, осы біздің анау Шәбәши көлінің жанында төбесінде, аржақ бетте төбесінде Қанның Қызылағашы деген жерге Абылай өзінің ел жұртын қойған екен. Абылай негізгі Бурабайда 48 жыл тұрады. Абылайды өзі 12 жасқа келгенде Ораз деген азамат алып келеді екен, осы біздің Бурабайға. Ораздың қолына әйелі 3 айлық баланы қолына ұстатады. Жоңғарлар бізді құртайын деп жүр. Мынау баланы Ораз сен сақтап алып қал. Әбілмәнсүрдің баласы деп айтпа, сөйтіп мына баланы сақтап қал, біздің бір ұрпағымыз қалсын деп Ораздың қолына ұстатады. Ораз ол кішкентай баланы орап алады да алып кетеді. Сөйтіп Ораз анау ненің Түркістандағы баланы Ораз өзіне алып кетеді, ақырын жылжып осы Көкшетау Бурабайға келеді. Олар келгенше ол бала 12 жасқа толады. Ол кездерде машина болған жоқ, самолет болған жоқ, жаяу атпен, жаяу сөйтіп екеуі жүріп келеді. Ал енді мынау біздің Қанның Қызылағашы деген жерде Амина апа өз тілімен өзі оқығаны бар, естігені бар. Сөйтіп бір күні маған айтады, әй Шәмшия, сен не білесің? Мынау Шәбәши көлінің тұсында, жоғары жағына таудың басында Абылай ханның ел жұрты тұрған сол жерде, дейді. Енді сол жерде мен тірі кезімде бұл әңгімені мен естідім, үлкен кісілерден естігенім бар. Сол мен бар кезде соның басына бір белгі қойыңдар. Қанның Қызылағашы болғанда сол жерде керемет көп ағаш өседі екен. Тура адамның өтуі қиын екен әлгі ағаш. Сол ағаштың арасында жоңғарларда да тығылып қалуды мүмкіншілік бар болған екен. Сөйтіп сол Қанның Қызылағашы деп бұл кісінің айтқан әңгімесін жерге тастамай, сол тасты көтерткізді. Сол жерде Амина апай өз батасын беріп, сол жерге енді осы жерге қалың ағашты, қазір 1-2 ағаш қалды, ағаш жоқ, осы жерге енді келешекте әйтеуір сен үлес қосуда істейсің ғой, осы жерге ағаш егіңдер деп. Сөйтіп жүрген Амина апа ақыры сол белгісін тастап кетті.
Қазір сол жерде тас тұр. Тарихи деректерге сәйкес Абылай хан Бурабай өңірінде 48 жыл мекен еткен. Бұл өңірде ол 300-ін басын қосып, жауынгерлерін жинап, хандық билігін іске асырған. 1998 жылы өлкетанушы Әмина Тұрсынбаеваның ұсынысымен Абылай ханның ордасы саналған ханның қызыл ағашы жеріне Мағжан Жұмабаевтың ертеде жел өтпейтін қызыл ағаш, дариға, бұл көндерде жапжалаңаш, қабірінен әулиенің алаш қартық, ертеде Абылайға орда болған ағаш деген жазу бар тас белгі ретінде орнатылған. Сонымен қатар бұл жер Қазақстанның киелі картасына енгізілген. Алаш жұртының басының қосқан ойға барып ойдағымен, қырға барып қырдағымен тіл табысып, елді жеткіземін, жетілдіремін деп жан алысып, жан беріскен хан ол Абылай. Ұлттың ұлы тұлғаларының бірі туралы баршаға белгілі жайттармен қатар Абылайдың қара жолы дегенде түсінік бар. Абылайдың қара жолы міне осы жерде болған. Мынадан шығып, ана жерде мынау Майбалық деген бұрын не ашты ғой, мына жолды сой салды. Майбалық деген санаторий ашты. Қазір тура кетіп барғыларыңыз келсе, ар жағында бір 2-3 километрдей нашар жол бар, тастақтау. Мынау асфальт бір жерге барады анаған деген. Сонымен кетіп, бағанағы жолға түсеміз. Сонда сол жол мынау үлкен көл. Ол көл мына жерге дейін осы мынау ағаш бар ғой. Осыған дейін келген. Мына жерде көлдің қабақтары көрініп жатыр. Көл берді. 150-200 метрге дейін көл әрі кеткен. Сондықтан жұрт таба алмайды. Сол профессор Артықбаев деген сіз білмейді екенсің, мына жерде Абылай тұрмайды. Абылай анау қырда бір жерде көретін жерде тұрды. Анау тауға алып барды, онда алып барды. Сосын мен кетіп қалдым. Міне осы Абылайдың қара жолы осы жерден басталады мына жерден. Мынау ағаштың ар жағынан екен, көлдің бер жағынан былай. Әлгі жұрттың айтуынша. Біздің ауылдың бір ақсақалы кел жатып, кемтар кісі еді. Бурабайға келген кішкентай баласы бар. Өгіз, қазақтар өгізді жарма деген болады мойнына салып. Бір өгіз жоқ уақыт қой енді. Сонда келгенде жармасын ұққап осы жерде біздің бабамыздың, ұлы аталарымыздың мынау қыстауы осы жерде үй болған дейді. Көкшетаудан шыққан Жамантұздың ар жағында Балықты деген көл бар. Ол қазақша Балықты, ал ел жұрт арасында ол Ханское озеро деп аталады. Сол көлдің бер жағындағы Қаратөбеде Абылай хан 1 жыл бойы отау тіккен. Қазір ол жерде 4 үйдің орны тұр дейді Белгібай ата. Жол деген қазаққа бір қасиетті ұғым. Қасымның қасқа жолы дейді, есімнің ескі жолы дейді, Абылайдың қара жолы дейді. Бұл жолдар бәрі де қазаққа тек қана жақсылық, өркениет әкелген. Қазақтың өсуіне, өнуіне үлкен үлес қосқан мағыналы сөздер. Абылайдың қара жолы деп аталу себебі меніңше Абылай шет елдермен сауда-саттық жасаған, керуен тартқан. Сол керуен жүретін жолды Абылайдың қара жолы деп атаған. Ана Омбыдан шыққан Қызылжарға соғып, Қараөткелге, Ақмолаға дейін және одан әрі кететін жол осы біздің ауылдың тұсынан мына жерде жаңа ағам айтып өтті ғой. Балықтыдан асып Ақтас деген жерге келген. Ақтастан ілгері хан ордасына соғатындар Бурабайға бұрылған, хан орда соқпайтындар ілгері Ақмолаға дейін сапар шеккен. Осы жолдың үстінде бекеттер болған. Келген кіре тартып келе жатқан жолаушылар шаршағанда қонатын, демалатын орындар болған. Сол Ақтас деген жерде мынау ағамыздың аталары үлкен қора сапты. Әлгі қораға бірнеше түйе шанасымен, арбасымен кіріп кетеді екен. Қыстың күні жолды қаралып қалғанда аталарымыз сол қарды күнімен күреп тұрады екен. Келген керуен бөгелмей ішке қораға кірсін, дем алсын. Өзінің жайлы орын тапсын деп, сол келе жатқан керуендерге қызмет жасап, ол кісілердің ас суын дайындап беріп, көлігіне шөп беріп, әкелген жүктеріне қорадан орын бөліп, ертеңіне тынықтырып, аттандырып салады екен, келесі керуенді күтеді екен. Сол қара жолдың үстінде солай отырып, ол кісілер жаңа келген керуендерді қарсы алып шығарып тұрады екен. Енді бұл үлкен күре жол.
сауда жолы болғасын, Абылайдың қара жолы деп атанған деп менің ойым, пікірім сондай. Бытыраған 300-дің басын қосамын деп шырылдаған Абылай осы жолды сауда-саттық мақсатта ғана емес, ру мен руды қосу үшін пайдаланған. Талай мемлекеттік мәселені де шешкен. Қазақ халқының жұлдызы жарық ел болуын аңсап, жауған найзаның ұшын ғана емес, дипломатияның күшін де жұмсаған. Осының бәрінде қара жолдың атқарған маңызы ерекше екені анық. Бурабайдан тым алыс емес, таудың теріскей жағынан 20-25 шақырым жерде Қарабауыр деген жер орналасқан. Ертеде ол жер Оразбұлақ немесе Аталықтың ауылы аталған екен. Абылай ханның тұқымы бабамның ауылы, бабамның жұрағаты деп аса қастерлесе керек. Бұл сый Абылай тұсынан басталып, кеңес үкіметі орнағанға дейін жалғасқан. Ораз Абылай ханның жас күндегі тәрбиешісі Аталық екен. Аталық дегеніміз ол хандардың ұрпақтарын тәрбиелеп, өнерге, білімге, соғыс өнерін үйрететін тәрбиешісі, қазіргі айтсақ ұстазы мұғалім екен. Сол Аталық Көркем Уәли Абылайдың әкесі соның ордасына жау шауып, бүкіл жанұясын қырып кеткенде, жазғыз шырылдаған сәбиді жасырып, жау көзіне түсірмей аман алып қалған екен. Сол баланы аман сақтап, ұлы жүзге апарып, Төле бидің қолында болған екен. Төле бидің қолында Сәбәлақ деген атпен Төле бидің қозысын баққан екен. Есейгелі түйе баққан екен. Бір жыл Сәбәлақ деген атпен сол ұлы жүзде Төле бидің маңында жүрген екен, қол астында. Содан есейгелі енді біз орта жүзге барайық деп, осы арқа жеріне келіп, осы жерде Дәулеткелді деген байға жолығып, соған жылқысын бағуға тұрған екен. Дәулеткелді жас жігіт, жігерлі, ақылды, ұнатып, әгіні жылқысының басығып қойған екен, жылқышыларының басығып. Содан бір күні бәйбішесі айтады: "Ай, ақсақал отағасы, осы әлгі анау жас жігіт келгенде сіз селк ете түсесіз" дейді. "Оны қайдан білесің? Мен қарап отырам" дейді. "Қой, олай емес, мен селкілдемеймін" дейді. "Онда рас болса, мен киімімді бөстекке тігіп қой. Мен байқап отырайын" дейді. Шында да Абылай кіріп келіп, ол кезде Сәбәлақ деген атпен жүреді екен. "Ассалаумағалейкум" деп сәлем бергенде, Дәулеткелді бай селк ете түсіпті. Селк ете түскенде әлгі тігіп қойған, киімін тігіп қойған көрпе желп ете қалған екен. Содан шында да мынау тегін адам емес екен. Бұл жай адам болса мен бүйтпес едім ғой деп, әлгісіне құрметтеп, жақсы қарай бастаған екен. Қызылағаш ауылының ақсақалдары Әбілмансұрдың Абылай атануын қалмақтың атақты қонтайшысы Қалдан Сереннің туысы Шарыш батырмен жекпе-жекке шығуымен байланыстырады. Сол жерде қалмақтар соғысқа келген, Шарыш деймі? Шарыш деген батыр жекпе-жекке шақырып, біздің Атығайдың ең үлкені Бөгенбай батыр дегеніңізді кәртайған кісі жан шықпағасын Шарыш дөкей ірі кісі болған, оған бір қаққанда қандай батыр болсын найзаменен бір-ақ салады екен дейді. Сонда бір алат мініп, Абылай атын, Бөгенбай атын ерттеп, байылын тартып, енді өзім шығам, бұған осы маңнан шығатын кісі болмады. Біз қалмақтың қолында қаламыз, енді қалмақ бізді алады дегенде, бір жас жігіт айғайлап ортаға шығып барып, кімнің Шарыштың қарсы шыққан. Анау бір неменен қылышпен тартып қалғанда, желке тұсынан Абылай қағып жіберіп, соны қолма-қол басынан шауып жерге түсіреді. Содан Әбілқайыр хан бастаған, ол кезде Әбілқайыр бастаған топ Төле биге келіп, сол жердің билерін шақырып алып, үлкендерін шақырып алып, бұл кім дегенде, бұл Сабалақ деген атпен келген жүреді екен, түйе баққанда. Бұл осылай Әбілмансұр 5 жасында жетім қалған, 8 жасында Төле бидің несінде барған. Сол жерде бұны осы арқаға еғылып,
бәрі жиналып, үлкен билер бәрлі біздің осы орта жүзге содан кейін барып қан сайлаған. Сонда оразды әкеліп, аталық деп ат қойып, оразды осы жерге жер беріп, оразда бұлай қан болғасын осы жерге орналастырған дейді. Содан кейін жау шауып, тағы да бір елдіге. Қазақ жағы жеңіліп, тойтар салып, енді шегінеміз деп тұрғанда көлденеңнен біреу ат ойлап, абылайлап шабады. Ой, мынау кім екен? Қазақтың бір батыр шығар, жүр соңына ерейік деп, жігіттер соңына еріп, сол жолы жауды қуып, ойсырата жеңіп, біраз бетін қайтарған екен. Сосын жау қайтқаннан кейін қолбасшылар жаңа абылайлап шапқан кім деп іздеп, жаңа жас жігітті тауып әкелсе, абылайлап шапқан мен едім. Неге абылайлап шаптың? Менің арғатам Қанішер Абылай атанған. Мен соғысының әруағына сиынып шаптым. Соғысының атын атап шаптым. Мен Көркем Вәлидің баласымын, менің атым Әбілмәнсүр дейді ғой. Содан сүйегін танып, кім екенін біліп, халық сыйлап, осы орта жүз Абылайға 6 әйел беріп, басына отау тігіп, алдына мал салып, хан көтерген екен. Ақ биенің үстіне шомылдырып, ақ кигізге отырғызған екен. Абылайдың атасы әуел баста Абылай Жолбарыс атанған, оның Қанішер атануына шежіре деректеріне қарағанда Қайып ханды өлтіру себеп болған. Қайып та Есім ханның тұқымы. Қалмақпен соғыстағы жеңілістерден кейін елдің біразы Қайыпты тастап Түркістаннан Арқаға қарай көшеді. Бұл да қазақ дәстүрінде бар. Елмен санаспаған хандарды тастап көшіп кету бұрында болған. Бірақ бұл жолы Қайып Қазан губернаторы Петр Салтыковқа қалмақтар берген тойтарыстан кейін ханын сатқан опасыздар сіздің жеріңізді мекендеуде. Егер оларды ұстап қолға түсіріп жатсаңыз, еш ойланбастан өлім жазасына кесіңіз деп жазады. Әрине бұл хаттардың мазмұны да хан сарайындағы адамдар арқылы Қайыпқа наразы болған топқа бірден жеткен анық. Осылайша 1718 жылы Абылай Жолбарыс орта жүз батырларын қолдауымен Қайыпты Түркістанда өлтіреді де Қанішер Абылай атанады. Ал біздің тұрған жеріміз Ораз Бұлақ деген жер. Абылай хан өзінің аталығын өзіне тәрбие берген, өзіне соғыс өнерін үйреткен, өзіне саясат, өзіне білім тәрбие берген адамды қатты құрметтеп, осындай міне көркем, маңайы бұлақ, ну, ағаш, мынандай үлкен таулар әдемі, жер көркем әдемі жерді соғысқа қоныс қып берген екен. Естай Мырзахметов ағамыздың бір естеліктерінде Абылай хан ел аралағанда пәуеске жегіп, 3 ат жегіп, пәуескеге қоңыраулатып жүреді екен. Бірақ Оразбұлақтың тұсынан өтіп бара жатқанда тоқтатып көшін қоңыраулардың тілін байлатады екен. Аталықтың ұйқысын бұзбайық, аталық демалып жатқан шығар деп шулатпай, дулдатпай ақырын өтеді екен. Абылай хан өз өмірінде аталықты қатты сыйлап құрметтеген екен. Біз енді бұны көргеніміз жоқ, үлкендерді естуіміз, газеттерді айтуы, сонымен ғана өзі қазір әртүрлі сөйлейді. Енді бір журналист бір түрлі сөйлейді, бір ақын бір түрлі, өзі кітаптарда да наның солай естіледі, кей жерде әртүрлі айтады. Ал енді бұрынғылардың айтуы бойынша бір Жаныс деген батырды неткен жерінде Абылай кеп шаншып өлтірген деп те әңгіме қылатын бұрынғы жалдар. Өз жерде сол Абылай хан Ораз қашан өзін еткенше билік жасаған, осы жерде не қылған, ел қылған. Ораздық тағдыры солай. Оны қашан, қай жерде, қалай қайтқанын біз білмейміз. Мен естігем жоқ бұны. Аталық хандардың ақылшысы, елшілік қызмет атқарушы, ханзадалардың тәрбиешісі. Абылай үшін жанын қиып, етектен қан кешкен қамқоршы Ораз хан ордасы саналатын ханның қызыл ағашы деген жердің, Абылайдың қара жол деген түсініктің, киелі жердің Ораз бұлақ деп аталуының бірден бір себепкері екен анық. Тарих ғылымының кандидаты профессор Жамбыл Артықбаев Ораз аталық жасы жетіп Көкшетауда хан ордасы атанған Қызылағаштан 15 шақырым жерде өз ауылында бала шағасының алдында қайтыс болған деген деректерді келтіруде.